Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті достар, міне бізде мынандай ахуал болып тұр. Жоғарыда көргендеріңіздей түрлі хабарламалар келеді. Беймезгіл мазаны қашырады. Ол хабарламаларды қалай жоямыз? Міне настройка деген басамыз. Баптаулар, яғни баптаулардың ішіне кіріп, настройка приложение дегенге кіреміз. Қосымшаларға кіреміз. Қосымшалардың арасынан бізге керегі Google Chrome'нан келіп тұр ол хабарламалар. Рекламалар жіберіп отырады өздері. Міне Chrome'ға кіреміз де кешті тазартып тастаймыз. Память дегенді басамыз. Очистить кеш. Соны басылмаса, онда тағы да қайталап көреміз. Управление памятью дегенді басамыз да. Удалить все данные деген батырманы басамыз. Мінекей міне жасалынды. Бұл бізде рекламалар келмейтін болады. SMS хабарламалар сізді мазаламайды беймезгіл. Мына жерде тұрған жаңа Google Chrome'нан келген рекламалардың бәрі өшті. Ендігі мәселе тағы браузерлер бар ғой. Samsung интернет деген браузер бар, соны табуымыз керек. Одан да көбінесе сол Google Chrome мен сол екеуінен келетін болады. Қазір Samsung интернет дегенді тауып алайық. Міне аштық. Бұны да жаңа тура алдында жасаған қадамды қайталап басамыз. Иә деп келісім береміз. Болды, міне біздің ахау жөнделді. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.